Бүгінгі дәрістің тақырыбы қазақ тіліндегі ассимиляция заңы және оның түрлері. Ассимиляция бұл латынның құсау, үйлесу, үндесу деген сөзіне келеді. Морфемалардың жігінде көрші келген дауыссыздардың акустика артикуляциялық жағынан бір-біріне ұқсауы, бейімделуі, өзара тіл табысуы ассимиляция деп аталады. Көрші дыбыстар бір-бірімен жақын тұруына байланысты айтылу өзінде айтылымы, жасалымы жағынан бір-біріне үйлесіп, үндесіп айтылады. Ол бір сөз көлемінде де болуы мүмкін, бірнеше сөз көлемінде болуы мүмкін. Ол түбір мен қосымшаның аралығында, немесе сөздердің аралығында көрші дыбыстардың үндесуі, үйлесуі, жалпы үндестік заңына сай айтылуын ассимиляция деп атаймыз. Қазақ тіліндегі ассимиляцияның ерекшеліктері. Оның ерекшеліктері көрші дыбыстармен үндесуіне қарай 5 түрге бөліп қарауымызға болады. Бірінші, жасалу орны жағынан. Мысалы, сынғыш деген сөзді алып қарайтын болсақ, осы ын мен ғ көрші тұр. Біреу тіл алды, біреу тіл артымен айтылып тұр. Сондықтан айтылу кезеңде екеуі де бір жерден айтылу керек. Яғни тілдің артынан айтылады. Ың дегенде де тілдің арты, ғ дегенде де. Сондықтан сынғыш болып айтылады. Екінші, жасалу орны мен жасалу жолы бірдей болу керек. Мысалы, сынба дегенде жаңа айттық, ын тілдің алдымен, б ермен айтылып тұр. Және айтқан кезеңде екеуі бір жерден айтылу үшін, екеуінде ермен мығылып айтамыз, сынба деп. Және жасалу жолы деген кезде екеуі де ұзын айтылады екен. Үшінші, ұяңдық ерекшелігі бойынша. Мысалы, ақбоз деген сөзді айтқан кезеңде қ қатаң, б ұяң. Демек, екеуі де бірдей болып айтылу керек қой. Сондықтан қ ғ ауысады екен. Сөйтіп, екеуі де ұяң болып айтылады. Төртінші, қатаңдық ерекшелігі бойынша. Са дегенде з ұяң, с қатаң. Екеуінде айтылу кезінде дауыс үндеспей қалғандықтан, бұл екі дыбыста қатаң айтылу керек. Са деп. З сыға ауысады. Бесінші, барлық ерекшеліктері бойынша дегенде, жаңағы айтқан жасалу орны жағынан, жасалу жолы, қатаңдық, ұяңдық жағынан барлық жағы келісіп, үндесіп айтылатында түрлері болады екен. Мысалы, құсша дегенде с ш болып айтылады, құсша деп. Екіші бірдей дыбыс, демек барлық жағы бірдей болып тұр деген сөз. Ассимиляцияның зерттелуі. Қазақ тілінде ассимиляцияны зерттеу Байтұрсынов, Құдайберген Жұбанов еңбектерінен басталады. Байтұрсынов қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстарды айту кезеңінде олардың үндесу, үйлесу, әрбір дыбыстың өзіндік ерекшелігін айтқан кезеңде, сипаттама берген кезеңде қай дыбыс өзгеріске бейім тұрады, қай дыбыс өзгеріске бейім емес, соған толық сипаттама берген еді. Мысалы, т дыбысы оның тоң мойын дыбыс дейді. Яғни, ешқашан өзгеріске ұшырамайды. Ал қ ғ ауысады, к ғ ауысады. Олар ұяңданып, айнымалы болып өзгеріп тұрады екен. Осындай көрші дыбыстардың бір-біріне бейімделіп, ассимиляция заңдылықтарының орын алуы түбір мен қосымшаның арасындағы дауыссыз дыбыстардың ерекшеліктерін Құдайберген Жұбанов та айтты. Ал негізінен осы ассимиляция заңын арнайы зерттеген ғалым Райымбекова зерттеді, ол өзінің докторлық диссертациясында. Және әрбір дыбыстың шеп, позициядағы бір-біріне өзгеру, алмасу ерекшеліктерін Аймырзаев зерттеген екен. Ал қалған ғалымдардың еңбектерінде осы мәселелер әр қарай жан-жақты қарастырылды. Ассимиляцияның қандай түрлері бар? Ассимиляцияның прогрессивті ассимиляция, регрессивті ассимиляция, тоғыспалы ассимиляция деген 3 түрі бар. Бұны біз ықпал
түрлерін өткен кезеңде арнайы қарастырдық. Ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал деп. Прогрессивті ассимиляция. Біз жаңа айттық, өткен тақырыптардың барлығы да осы бір-бірімен байланысып жатыр. Біз дыбыстар тіркесінде қазақ тіліндегі дыбыстардың өзі бір-бірімен тіркесу заңдылықтары бар дедік. Үнді дауыссыздар үндіменен ғана тұрады екен. Ал басқа жағдайларда қандай ерекшеліктер байқалады? Үнді дыбысы басқа қатаң мен ұяңға қарағанда басқа дыбыстармен тіркесуге өте бейімді тұрады. Мысалы, шалдың деген кезеңде ыл үнді, д ұяң. Шалға деген кезде, мысалы, таудың деген кезеңде ұяңмен байланысып тұр. Ал малшы деген кезеңде үнді қатаңмен, емші, жанса дегенде олар бейімделіп көрші тұра береді. Ал кейбір жағдайда алмасу болады. Қандай жағдайда? Мысалы, үнді дауыссыздан кейін келген қ, к дыбыстары ғ-ға, г-ға ауысады. Мысалы, ай қабақ деген кезеңде айтылу барысында үндіден кейін келген қ, ғ-ға ауысады. Ай қабақ. Бір күні дегенде ырдан кейін келген к, г-ға ауысады. Бір күні болып айтылады. Бұл көрші тұрған дыбыстардың бір-бірімен тіл табыса алмауынан, сондықтан бір-біріне бейімделіп, осы жерде прогрессивті ассимиляция орын алады. Келесі прогрессивті ассимиляцияның ұяң дауыссызға қатысы. Ұяң дауыссыздан кейін ұяң дауыссыздар тұратын біз дыбыстар тіркесінен білеміз. Мысалы, жазға, қыздың деген сияқты. Ал қандай жағдайда алмасу болады? Ұяң дауыссыздан кейін қатаң келеді. Яғни ұяңнан кейін ұяң келмей тұрғандықтан қатаң келгеннен кейін бұл біздің дыбыстар тіркесі заңына сәйкес емес. Сондықтан алмасу орын алады. Мысалы, з мен к қатар келіп қалған кезде, мысалы, жаз келді деген кезде, ол жаз келді болып айтылады. З мен қ қатар келіп қалған кезде, қағаз, қалам деген, қағаз, қалам болып. Сол сияқты ж мен к, ж мен қ келгенде, стаж қайда дегенде, стаж қайда деп айтылады екен. Бұл прогрессивті ассимиляцияның ұяң дауыссыздарға қатысты ерекшеліктері. Енді прогрессивті ассимиляцияның қатаң дауыссыздарға қатысы қандай? Дыбыстар тіркесі заңдылығында өтті, қатаң мен қатаң бірге келеді деді. Мысалы, атқа, ақта, таспа деген сияқты. Ал алмасуға кезінде орын алады. Қатаң дауыссыздан кейін ұяң келгенде. Қатаңнан кейін негізінен қатаң келу керек. Ал ұяң келіп қалған кезде бұл жерде ассимиляция орын алады. Яғни дыбыстар алмасады екен. Мінекей, осы кезде, мысалы, б мен п бір-біріне орын ауыстырады. Мысалы, тап болды деген кезеңде п-дан кейін б келіп тұр. Біреу қатаң, біреу ұяң. Осы жерде тап болды деп б дыбысы п-ға орын алмасады екен. Ат дорба дегенде ат тұрба болып, т-ды т-ға алмасады. Сол сияқты ғ қ-ға ауысады, к г-ға ауысады. Қос қашық дегенде ғ қос қашық болып прогрессивті ассимиляция орын алады. Келесі регрессивті ассимиляция, яғни бұны кейінді ықпал дейміз. Бұл кейінді ықпалдың үнді дауыссыздарға қандай қатысы бар? Әрине, үндіден кейін үнді келе жатыр. Ал қандай жағдайда алмасу болады? Үндіден кейін ұяң келген кезеңде орын алады. Әрине, регрессивті деген мына кейінгі дыбыстың алдыңғы қарай, кері қарай әсер етуі. Сонда жонғыш деген кезеңде ын алдында тұрған дыбыс, одан кейін ғ келеді. Мінекей, ғ дыбысы тілдің артымен айтылатындықтан, тілдің алдымен айтылатын ныға ол екеуі көрші тұра алмайды. Сондықтан ында тілдің артымен айтылатын ыңға ауысады. Жоңғыш, сол сияқты жанбады деген жанбады болып, сөнбеді, сөнбеді болып ауысады. Ал үнді дауыссыздан кейін
Қатан келіп тұрған кезде, мысалы, жан пида деген ыннан кейін п келіп тұрған кезеңде, кейін тұрған п дыбысы, ана ермен айтылатын дыбыс, тілдің алдымен айтылатын ынға әсер етіп, оны да ермен айтуға итермелейді екен. Жан пида болып айтылады. Сол сияқты күнпейіс деген, күнпейіс деген сияқты айтылады екен. Регрессивті ассимиляцияның ұяң дауыссыздарға қатысы қандай? Ұяң мен ұяң дауыссыздар келеді. Ал қандай жағдайда алмасу болады? Ұяңның алдында үнді дауыссыз келген кезеңде, мысалы, жоңғыш дегенде ын тілдің алды, ғы тілдің арты. Осы кезеңде жоңғыш болып ауысады екен. Немесе з мен с қасса деген кезінде қасса болып ауысады екен. Тасша дегенде тасша болып ауысады. Ұяңнан кейін ұяң келген кезде де осындай ерекшеліктер бар. Мысалы, з мен ж бір-бірімен қатар тұра алмайды екен. Көз жүгірту деген кезеңде көз жүгірту, боз жорға дегенде боз жорға болып айтылады екен. Ал қатаң дауыссыздар мен қатаң дауыссыздардың регрессияға қатысы. Қандай жағдайда алмасу пайда болады десек, қ мен ғ, к мен г байланысты. Мысалы, ақ жауын деген кезде ақ жауын, к мен д қатар келген кезде ақ дала дегенде ақ дала болып, бек жан деген кезеңде к мен ж келген кезде ж ұяң, к қатаң, бұл жерде ұяңдап бек жан болып айтылады екен. С мен ш келген кезеңде жұмысшы деген кезде жұмысшы болып барлығы да шыға ауысады екен. Міне осы с мен шының кері қарай ш мен с болып бір-бірінен ықпалдасуын келесі тақырыптарда болатынына біз назар аударуымыз керек. Бұл жерде мысалы кесші дегендерде кесші болып кейінді ықпал пайда болып тұр. Ш алдындағы с-ны ш-ға ауыстырып тұр екен. Келесі тоғыспалы ықпал. Тоғыспалы ықпал дегенде біз білеміз, бір-біріне қарама қарсы ауысу. Екі дыбыста бір-бірінен өзгертеді екен. Мысалы, аман қазы дегенде аман қазы болып екеуді өзгеріп атады. Жаңа айтқандай, с мен ж келіп атқан кезеңде, тас жол деген кезеңде екеуді тас жол болып өзгеріп атады. Немесе ж мен с келген кезеңде лашсыз болып өзгеріске түседі екен. Келесі слайдта, мынау слайдта көрсетілген сөздерді сіздер қарап отырып, қандай ассимиляциялық дыбыстар алмасуы болады екен, осы шеңберлердің ішіндегі сөздерді қарап, өз беттеріңше орындауға болады екен. Бүгінгі тақырып бойынша глоссарийге назар аударамыз. Жалпы ассимиляция дегеніміз дыбыстардың комбинаторлық өзгерістері. Яғни комбинаторлық дегеніміз көрші тұрған дыбыстардың фонетикалық ықпалға ұшырап өзгерістер екен. Фонетикалық өзгерістер дегенде өткен тақырыпта айттық. Тіл дыбыстары бір-біріне фонетикалық заңдылықтар бойынша әсер етіп, ықпалдастау, соның әсерінен комбинаторлық өзгерістер пайда болады. Бұның барлығы алмасу, альтернация дегендердің барлығы комбинаторлық өзгерістер, бұл барлығы ассимиляцияға тікелей қатысты екен. Ал спонтанды өзгеріс дегендер бар. Ол морфонологиялық, бұл позицияға тәуелсіз өзгерістер болғандықтан, бұдан ерекше екендігін сендер білсін деп бұл жерде спонтанды өзгерісті қойдық. Спонтанды өзгерістің ассимиляцияға қатысы жоқ. Ал осы тақырыптар бойынша мына берілген тесттерді өз беттеріңше шешіп қарауларыңа болады. Бүгінгі өткен тақырып бойынша әдебиеттер тізіміне назар аударуға болады. Алдыңғы сөзімнің басында мен ассимиляцияны
қазақ ғалымдарының Байтұрсынов, Жұбановтардан бастап еңбектерінде қарастырылғанын айттым. Ал негізгі оның зерттеушісі Райымбекова өзінің ассимилятивный сегменты дейді. Ассимиляциялық бірліктердің, бөлшектердің қазақ тіліндегі ерекшеліктері деген тақырыбында зерттеді. Сол сияқты Аймырзаев қазақ тіліндегі дыбыстардың шептік көрші тұру жағдайындағы өзгерістерін, ассимиляциялық ерекшеліктерін арнайы зерттеп қарастырған екен. Ал қалған әдебиеттер осы қазақ тіліндегі дыбыстардың үндесуі, дауыссыз дыбыстардың ерекшелігі, дауыссыздардың ерекшелігі, олардың алмасуға бейім тұратындығы, көрші дыбыстардың бір-біріне әсеріне ұшырайтындығы деген сияқты мәселелер басқа дауысты, дауыссыз, қатаң, ұяң дыбыстарды, жуысыңқы дыбыстарды, ерін дыбыстарын үндестігін зерттеу барысында айтып кеткен екен. Сондықтан осы еңбектердің барлығында қарап танысуға болады. Бүгінгі дәрістің соңында айтарым, өтілген тақырыптардың барлығын қайталап, сонда айтылған теориялық мәселелерді бүгінгі тақырыппен байланыстыра оқып білуге ұсынамын.